Сәлеметсіздер ме? Міне соңғы 90-ға да келіп жеттік. Осы 90-да 9-шы бөліммен сабақты бастаймыз. Аспан әлемінің құпиялары бөлімі тіршілікке қолайлы ғаламшар тақырыбын өтетін боламыз. Ең бірінші тапсырмада әдеттегідей мәтін берілген. Бұл жерде жер ғаламшары туралы айтылады. Нақтылай түссек, жер күн жүйесінің 3-ші ғаламшары екендігі, ол өзінің осінен айналатындығы және сонымен қатар күнді де айналып шығатындығы, ал оған 365 күн 6 сағат уақыт кететіні туралы жазылған. Одан кейін жер сол күнді қалай бір сызықтың бойынан адасып кетпей, ауытқып кетпей айналып тұрады дейтін болсақ, оған себеп күн мен жердің арасындағы тартылыс күші екен. Осы жер мен күннің арасындағы қашықтық тіршілік үшін, жер бетіндегі тіршілік үшін ең қолайлы қашықтық болып саналады дейді. Жер күнді айналған кезде жер бетіндегі күннің түсу нүктесі де өзгереді екен. Өйткені күннің сәулесі жер бетіне түрлі уақытта, түрлі пішінде түсетін көрінеді. Сонымен қатар жерде тіршілікке қолайлы жағдай жасайтын ол атмосфера. Атмосфера дегенді барлығымыз білеміз. Ол шар тәрізді, әрі биіктігі 1500 шақырымға дейін жететін, жер шарын қоршап тұрған, негізінен газ бен будан тұратын қабықты айтамыз. Атмосферада әртүрлі түссіз, иіссіз газдар бар, су буы бар, ал оның ең маңызды бөлігі 78% азот, 21% оттегіден тұрады екен. Осы атмосферадағы озон қабатының қызметі өте маңызды, себебі ол күннен келетін зиянды сәулелерден біздің жер бетін қорғап тұрады екен. Ал су буы негізінен осы атмосфераның төменгі қабаттарында болады екен. Ол бізге әртүрлі жауын-шашын болып жерге түсіп отырады. Қорыта айтқанда, жер күн жүйесіндегі тіршілікке қолайлы бірден-бір ғаламшар болып саналады. Енді осы мәтінге байланысты бірінші тапсырманың астында дұрыс ақпаратты белгілеңдер дейді. Жер мен күннің арасында тартылыс күші болады, бұл дұрыс. Жер өз осін бір тәуліктен артық уақытта айналып шығады, бұл дұрыс емес, себебі ол өзінің осін бір тәулікте ғана айналып шығады. Жердің атмосфера қабаты бірнеше газдан тұрады дейді, бұл дұрыс. Озон қабаты күннен келетін түрлі сәулелерді жерге жеткізбей ұстап қалады, бұл да дұрыс. Енді бірінші тапсырманың әсі бойынша мәтінді төменде көрсетілгендей құрылымдық бөліктерге бөліп жоспар құру керек. Кіріспе негізгі бөлім және қорытындыға әртүрлі атаулар беру керек, сол арқылы жоспар шығарамыз. Алғашқы бөлікте жердің күн жүйесіндегі орны туралы айтылады. Негізгі бөлімге жердің атмосфера қабаты, оның маңызы деген тақырып қоюға болады, себебі сол туралы айтылған. Қорытынды бөлімге жердің тіршілікке қолайлылығы деген тақырыпты қоюға болады. Бірінші тапсырманың бысында ерекшеленген сөздерді мағыналас сөздермен алмастырыңдар дейді. Жердің орбитадан ауытқып кетпеуін, яғни шығып кетпеуін күн мен жердің арасындағы тартылыс күші қамтамасыз етеді. Жер өз осінде дөңгеленіп қозғалады, яғни жүреді, әрі күнді де айналады. Жерді тіршілікке қолайлы жағдай туғызады, яғни ыңғайлы жағдай туғызатын атмосфера қабаты қоршап тұр. Бүгінгі грамматикалық тақырып сын есім. Біз осының алдыңғы бөлімде зат есімдер туралы, оның мағыналық түрлері туралы, қандай грамматикалық категориялары бар екендігі туралы айтқан болатынбыз. Осы бөлімде біз сын есім туралы айтатын боламыз. Сын есімде сөз табы, оның ішінде заттың сапасын, сынын, қасиеті мен сипатын
көлемін, салмағын, түр-түсін, дәмін білдіретін сөздерді біз сын есім дейміз. Ол қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, қызыл, әдемі, ұзын деген сөздер сын есім болып саналады. Сын есімдердің дара сын есім және күрделі сын есім деген екі түрі бар. Естеріңізде бар болса, біз өткен жылы зат есім туралы айтқан кезде тура осылай айтып едік. Соны еске түсіріп алайық. Дара болса ол демек біреу деген мағынаны білдіреді, күрделі десе демек ол екеу деген мағынаны білдіреді. Дара сын есім түбір және туынды сөздерден жасалған сын есімдер. Мысалы, ақ, кең, жарық, тәтті деген сөздер олар түбір сөздерден жасалып тұр сын есімдер, яғни түбір сын есімдер. Ал бойшаң, тұзсыз, таулы деген сөздер туынды сөздерден жасалған сын есімдер. Бой деген сөзге сұрақ қойсақ, не деген сұрақ болады? Зат есім болады. Оған шаң деген жұрнақты жалғаған кезде бізде қандай? Бойшаң деген сын есім шығады. Демек, бұл туынды сын есім. Басқа сөз табынан жұрнақ жалғану арқылы жаңа сөз жасалып тұр. Дегенмен, бұл бірге жазылатын болғандықтан, ол бізге дара сын есімнің қызметін атқарады. Келесі күрделі сын есім. Күрделі сөздерді өткенде айтып едік. Оның бірнеше түрі бар. Қос сөздер, біріккен сөздер, тіркескен сөздер, қысқарған сөздер деп. Осылардың барлығы күрделі сын есімге жатады, егерде олар қандай, қай деген сұраққа жауап беретін болса. Мысалы, тіркесу арқылы жасалған сын есімдерге ағала, қаракөк деген сияқты сын есімдерді жатқызуға болады. Қосарлану арқылы жасалған сын есімдерге биік, орманды, тоғайлы, тағы басқа сын есімдерді жатқызамыз. Бірігу арқылы жасалған сын есімдерге дүниежүзілік, халықаралық сияқты екі сөздің бірігу арқылы жасалған сын есімдерді жатқызады екенбіз. Бірінші тапсырманың басы мәтіннен сын есімдерді тауып, тіркескен сөздермен бірге көшіріп жазыңдар дейді. Үлгіге түссіз газ деген мысалды беріп қойыпты. Түрлі уақытта, түрлі пішінде, қолайлы жағдай, шар тәрізді қабық, иіссіз газдар, зиянды сәулелер, астыңғы қабаттар деген мысалдарды тауып алдым. Тағы да іздеп қарап көріңіздер. Екінші тапсырмада сын есімдерді табыңдар дейді. Тапсырма өте оңай, қандай және қай деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді табамыз. Ал мұнда олар адал, әдепті, озат, ұқыпты, тәртіпті, сұлу, жүйрік, мықты, жуан және ұзын деген сөздер. Үшінші тапсырма. Мақал-мәтелдерден сын есімдерді табыңдар. Оларды құрамы мен мағынасына қарай талдаңдар дейді. Жер семіздің малы семіз, жасыл желек жердің көркі, таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас деген мақалдар беріліпті. Жасыл дара сын есім заттың түсін білдіреді. Таулы дара сын есім заттың сипатын білдіреді. Сулы да дара сын есім заттың сипатын білдіреді. Бұлақсыз дара сын есім заттың сипатын білдіреді. Құрақсыз дара сын есім заттың сипатын білдіреді. Осы жерде жасыл деген сын есімнен басқа сын есімдердің барлығы туынды сын есімдерге жатады. Барлығы зат есімнен жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Мақал-мәтелдерден ауыспалы мағынада тұрған сөздерді тауып, мағынасын анықтаңдар дейді. Семіз жер деген ауыспалы мағынада тұрған сөзді таптым. Жер семіз болмайды, яғни неге өйтіп айтады? Өйткені ол жер нулы, көгі көп, өсімдігі көп өскен, сондай жерді айтып тұр. Мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер дейді. Жері семіздің малы семіз деп тұрғаны, егер жер құнарлы болса, ол жерде көк шөп көп болса, демек онымен қоректенетін мал да семіз болады деген сөз. Жасыл желек жердің көркі деген жерді әдемі қылып тұратын не ол? Әрине, сол жерде өскен өсімдіктер, жасыл желек, ағаштар, соны айтып жатыр. Таулы жер бұлақсыз болмас, сулы жер құрақсыз болмас дейді. Егер де белгілі бір аймақта тау болатын болса, ол жерде міндетті түрде бұлақ болады. Бұрында біздің ата-бабаларымыз пойыз, автобус, ұшақ болмаған кезде
атпен қатынады ғой екі елдің ортасына. Сол кезде олар егер тауды көретін болса, о, міне жақын жерде міндетті түрде бұлақ болу керек деп сол тауға қарай жол тартатын болған. Сулы жер құрақсыз болмас деп тұрғаны, егер де жақын маңда су болатын болса, ол жер жасыл желек болады. Сәйкесінше неге шөлейтті далада көбіне жасыл желек болмайды? Себебі ол жерде су жоқ. Төртінші тапсырмасының есімдерді құрамына қарай екіге топтап жазыңдар: дара және күрделі. Дарасын есімдерге биік, жылы, түссіз, жарық, дөңгелек, бұлтты, жіңішке, жүйелі, кең, салмақты, суық, күрделі деген сын есімдерді алдым. Күрделі сын есімдерге қара торы, ойлы қырлы, қысқа бойлы, сары ала деген күрделі сөздерді алдым. Сарала. Бесінші тапсырма: суретке қараңдар, сын есімдерді қатыстырып бірнеше сөйлем құрап жазыңдар дейді. Юпитер мен Сатурн алып ғаламшарлар, оларды сапалы телескоптармен көруге болады, ал жұлдызды аспанда оларды анық көру мүмкін емес деген сөйлемдер құрастырдым. Енді өздеріңіз қиялдарыңызға ерік беріңіздер. Бұның ішіндегі сын есімдер алып, сапалы, жұлдызды және деген сөздер. 6-шы тапсырма: 43-ші аудионы тыңдаңдар дейді. 43-ші аудиода шолпан жұлдызы туралы айтылған. Шолпан күнге жақын екінші ғаламшар, шолпанда тіршілік жоқ, атмосферасында күкірт қышқылы қабаты бар, шолпанның өз осына айналу жылдамдығы баяу, шолпанның беті тегіс емес деген ақпараттардың ретін көрсетуге болады. Тыңдап көріңіздер, аудио өте қызық мәліметтер естуге болады. 6-шы тапсырманың әсінде шолпандағы температура 450 градус Цельсий. Ол өте ыстық ғаламшар. Шолпанды таңғы жұлдыз деп те атайды, өйткені күнге жақын болғандықтан күн шығар алдында және күн батқанда көре аламыз. 1956 жылы шолпан ғаламшарының тағы бір ерекшелігі ашылды. Ол күнді сағат тіліне қарсы бағытта айналады екен. Шолпанның беткі қабатын зерттеуге кедергі көп, соның бірі күннен келген сәуленің 76%-ын кері қайтарады екен. Сондықтан зерттеуге кедергі көп екен. Жерде сәуле болып кетті, сәуле болу керек. Шолпан жерге бауырлас ғаламшар деп те саналады, себебі диаметрі жердің диаметріне жақын, көлемі мен тығыздығы жағынан да жерге өте қатты ұқсайды екен. 7-ші тапсырмада мәтін мазмұны бойынша көп нүктенің орнына сын есімдерді қойып жазыңдар дейді. Шолпан күн жүйесіндегі өте ыстық ғаламшар. Бұл ғаламшарда қатты ыстық болғандықтан тіршілік жоқ. Атмосфералық қабатта күкірт қышқылы болғандықтан үнемі күйдіретін қышқыл жаңбырлар жауады. Шолпанның беті негізінен ойлы, қырлы болып келеді. 8-ші тапсырма: берілген сөздердің алдына сын есімдерді қойыңдар. Үлкен ғаламшар, ғажайып, ыстық, дөңгелек, қолайлы ғаламшар. Үлкен, әдемі, ыстық, құнарлы, пайдалы, шер деген сөз тіркестерін жасауға болады. 9-шы тапсырмада көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып көшіріп жазыңдар дейді. Егер жер мен күннің арасындағы қашықтық қазіргі орнынан ұзақ болғанда, ғаламшарымыз қатты суып, атмосферадағы су айналымы бұзылып, жерде мұз дәуірі орнайтын еді. Ал жер мен күннің арасындағы қашықтық қазіргі орнынан жақын болғанда, онда ғаламшарымыз қайнап, атмосферадағы су айналымы бұзылып, жерде тіршілік болмас еді деген қызықты мәтін шығады. Осымен сабақ аяқталды. Келесі видеоларды көру үшін каналға жазылуды, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.